Лео Бускалның үлкен қатесі. Мен Лео Бускалмен бірнеше жыл алдын танысқанмын. Ол «Махаббат» бестселлерінің авторы. Ол бір сөзінде, мен махаббат арқылы авторлық құқықты алуға ие болдым. Ол шындығында сүйкімді әрі көңілі махаббатқа толы жан еді. Оның жүрегі шоқтай жанып тұратын. Марқұм әйелім Мэриэн мен Леоны әрдайым теледидарда көретінбіз, және ол бізді шабыттандырар еді. Сол уақытта біз садақа беру жайлы ақпараттарды жинақтап жатыр едік. Мен қайырымдылық әшейін қулыққа негізделген деп ойлайтынмын, және бұл пікірде қатты тұрып алған едім. Қайырымдылық жасауға сенімсіздік танытатынмын. Мэриэн болса маған қарағанда әлдеқайда пайдалы идеяларға сенетін, және оларға әр кезде сенім білдіретін. Мэриэн ұзақ жылдар бойы маған қарағанда көп ақшаларын қайырымдылыққа жұмсар еді. Ол бір күні кімге ақша беруді ойлап, кейін есіне Лео түсті, және оған ақша жіберді. Мэриэн оның кітаптарынан қатты әсерленетін, және бүкіл дүниеде тек ол ғана махаббатқа лайық деп білетін еді. Сол себепті де оған кішкентай хат пен чек жазып жіберген еді. Мэриэн пошта арқылы жібере жатып, ол өзін сондай бақытты сезінгенді. Көңілі қуанышқа толы еді. Кейін ашынарлық жағдай болды. Бірнеше аптадан соң Мэриэн Леодан хат алды. Лео өзінің кішкентай хатында біреудің ақшасына мұқтаж еместігі және оған ашынудың қажеті жоқ екендігін жазған еді. Мэриэннің жүрегі қатты ауырды. Ол көп ренжіді. Бұл ол үшін аянышты жағдай болды. Егер Мэриэннің хат алғаннан кейінгі жағдайына келетін болсақ, меніңше, мұндай жағдайда Леоның Мэриэнге мәмілесі дұрыс болмады. Менің назарымда ол қатеге жол қойды. Себебі өмірде сондай бір заңдылық бар, сіз берсеңіз ғана ол қабыл етеді. Лео бұл ағымды бітеп қойды. Кейіннен Леоны бірнеше рет тонап кеткенін өз аузынан естідім. Әр кез ұрлықтан кейін, оның үйі жарамсыз жағдайға келетін. Мен оған қоңырау шалғанымда, оның үйіне байланысты ұрлық жағдайы екінші рет болған еді. Мен оған көмек бере алмайтын едім. Бірақ Леоның сыйлықты қабылдай алмауына байланысты ішкі кедергі пайда болған еді. Сол ішкі кедергі себеп, оның айналысындағы болып жатқан оқиғалар Леоның ие болудан гөрі көбірек жоғалтуына қызмет жасаған еді. Мен қате ойлауымда мүмкін, бірақ мені бір сұрақ қызықтырады. Оның сыйлықты қабылдамауы және ие болғаннан көбірек нәрсесін жоғалтуы арасында байланыс бар ма? Келіңіз, Леоның қатесінен сабақ аламыз. Кім сізге ақша берсе, әлбетте оны алыңыз. Егер кім сізді мақтаса, шын көңілден қабылдаңыз. Егер сізге әлдекім сыйлық берсе, шын көңілмен қуанғаныңызды білдіріңіз. Егер сіз ақшаны, сыйлықты, мақтауды қабылдай алмасаңыз, үйіңізге қарай ашылған молшылық есігін жапқан боласыз. Барлық қажет нәрсенің кілті өмір ағымында орналасқан. Тек алу мен беру арқылы оны әрекетке келтіре аласыз. Ақша әрбір адамға жақсылық сыйлаушы қарым-қатынастар ағымында болады. Оларды сыйлаңыз. Қашанда олар сізге қайтып келгенде, оларды қабылдаңыз.